Сәлем, бүгінгі өтетін тақырыбымыз тәуелдік жалғауының көпше түрі. Тәуелдік жалғауының көпше түрінің 3 жағы бар. Біздің, сендердің, олардың. Біздің тәуелдік жалғауының жалғаулары: ымыз, іміз, мыз, міз. Сендердің тәуелдік жалғауының жалғаулары: көптік жалғауы ың, ің. Олардың тәуелдік жалғауының жалғаулары: көптік жалғау м. Мысалы, біздің үйіміз, сендердің үйлерің, олардың үйлері. Біздің анамыз, сендердің аналарың, олардың аналары. Біздің балаларымыз, сендердің балаларың, олардың балалары. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол.